Қазақстанда алғаш рет болып жатыр. Уақыты жарық күн. Қазір біз 100 километр шақырымды қанша секундта алатын ішінде тексеріп көреміз. Ал кеттік ендеше, бастайық. Таба алмадым мағына, күннің арғағына. Жалпы бұл көліктің минустары біраз баршылық. Көлік ауыр болғаннан кейін көріп жатырсыздар. Бампер қалай? Тимей ма? Және жылдық. Қазір енді Прадамен көліктеп тұрмыз. Спен көрсетейік, шылыш кет. Ассалаумағалейкум, қазақ елім. Келе жатқан жаңа жыл берекелі 2021 жыл табысты болсын сіздерге. Ал біз өзіміздің YouTube каналымызда келесі түсірілімімізді бастаймыз. Көптеген комментариялар жазғандарыңыз бойынша өзімнің айдап жүрген салоннан өздеріңізбен командамен бірге алған Infiniti QX80 көлігіне шолу жасайтын боламыз. Q-Photo Park компаниясы және мен Талғат Сақан әрқашанда өз сөздерімді іспен көрсетуге тырысатынымды білесіздер. Осы көлікті алып шыққан кезде 004 Q4 деген номер саламыз деп айтқан болатынбыз. 004 Q4 деген Q4 қазақ үшін деген мағынаны білдіреді. Енді сөзден іске көшіп, осы Infiniti QX көлігіне біз тек қана шолу жасап қоймай, қазір жүріп тауға шығып көреміз, трассада қалай өзін көрсетеді. Және де мен осы айдап жүрген уақытта қандай өзінің плюстары бар және қандай минустары бар, барлығын сіздерге ашып іс жүзінде көрсететін боламыз. Негізі достар, осы жолғы түсірілімді біз осы Infiniti QX80 көлігімен және Lexus 570 көлігін салыстырмалы түрде тауға шығарып, трассада және де қаланың ішінде қалай жүретін бәрін іс жүзінде көрсетпекші болғанбыз. Қазір біздің неге екенін білмейміз. Lexus көлігінің есігі ашылмай қалды. Көрсетіп кетейік. Lexus көлігінің есігі ашылмай құлыптанып қалды. Соған байланысты алдағы түсірілімдерде бізде осылай көліктерді алып шыққан кезде тауға шығып қар болып келе жатыр. Сол кезде барлығын іс жүзінде тауларға шығарып, сулардан өткізіп, сіздермен көрсететін боламыз сіздерге. Ал онда кеттік достар, бізбен бірге болыңыздар. Уақыты жарық күн, құлақта осы үн, аспабымды алып, ойланып. Достар, көліктің қазір осы қараңғы жерде тұрғанда көрсетіп кетейік. Көліктің міне рөлі бұрылған кезде онымен қоса біздің фарларда бұрылады. Біз арнайы осы қараңғы жерге келдік, сіздерге рөлді бұрған кезде фардың қалай бұрылатынын көрсетейік деген мақсатпен. Умный, ақылды фарлар тұр. Міне, өздеріңіз қарасаңыздар, даже бұрылған кезде тоқтап тұрып, екінші жағына осылай бұрылады. Сонымен камераны көрсетіп кетейік. Негізі бұл жерде аса бір жақсы камера қоймаған. Оны ресейлік осы шолу жасайтын көптеген шолушыларды айтады. Расымен де бұл жерге үлкен камера қойып, біраз тұнығырақ қойғанда өте жақсы болатын еді. Бірақ та автокөліктің 360 градус дейді ғой, жан-жағының бәрін көрсетіп тұрады. Осындай қымбат көлікке осындай кішкентай ғана экран салғандары дұрыс болмаған. Бірақ та бұл көлікте алдыға артқа жүргізген кезде мынандай өзі автоматтық түрде тежегішті басатын сенсорлар орнатылған. Автокөлікті мысалы сіз арт жағыңызды көрмей или алдыға жүріп келе жатқан кезде кедергіге жақындаған кезде
автоматты түрде көлік өзі жаңағы тежегіште басады. Оны сіздерге қазір іс жүзінде тағы көрсететін боламыз. Негізі бұл көлікті Lexus 570 және де Toyota Land Cruiser 200 көліктермен көбінесе салыстырады. Баға жағынан бұл көлік ұтады, және де ол көліктерде мост бар, және артқы мосты болғаннан кейін, бұл көлікте Infiniti QX80 көлігінде артқы жақта мост жоқ. Тәуелсіз подвескалар, біздің Қазақстанымыз сияқты, тәуелсіз мемлекет сияқты, мұның артында тәуелсіз подвескалар. Сол арқылы мына көлікті жүргізу оңайырақ, және де маневрға өте өзі үлкен болса да, маневрға жақсы келеді. Міне қаланың ішінде көлік өзін жеңіл көліктер сияқты осылай басқаруға оңай. Қазір біз сіздерге толық түрде іс жүзінде міне осылай көрсететін боламыз, қалай жүретін. Жаңағы жылдамдықты алу жағы, алдыда келетін көліктерді осылай сезу жағы, міне осылай арасына кіріп кету жағы. Негізі Toyota 200 көлігімен және Lexuspен бұлай жүре алмайсыз. Біз енді сіздерге көрсету мақсатында қазір осылай келе жатырмыз, айдап. Міне датчиктар орналасқан, сонымен қатар линияны асып кеткен кезде, жол ақшаларды міне бұлай асып жатқан кезде өзінен өзі жаңағы дыбыс береді. Сонымен қатар міне бұлай машиналарға жақындаған кезде автоматты түрде өзі тежегішті көлік басады. Міне достар, өздеріңіз қарасаңыздар, өте датчиктер көп деп жаңа айттым. Артта машина келатқанын және жанымызда машина бар екенін қазір осы датчик арқылы міне жанып өшіп көрсетіп келе жатыр. Бұлай міне мына жаққа бұрар кезде де осылай өзі датчик көрсетеді. Пробка болған кезде де қысылмай, қанша машина үлкен болса да қысылмай барлық жерден өтіп кетуге мүмкіндігі бар. Қызыл алтықта тұрғызып тастады. Осылай келіп, осылай міне өтіп кетеміз. Содан кейін міне қараңыздар, ана жерде линиялар жатыр. Міне линияларды бұлай пересекать еткен кезде машина өзі шиқылдап, міне осындай дыбыс шығарады. Содан кейін міне бұлай қаланың ішіне келген кезде, мысалы қазір оң жақтан машина тұрған кезде препятствие. Қазір бізде айнадағы боковой датчик жану керек. Өздеріңіз көріп отырғандай, достар, міне бірінші ряд, екінші ряд, одан кейін міне бұлай үшінші рядқа да шығып кетуге болады. Міне көлік өте маневрлы. Ауысқан кезде де аң патшасы арыстан король сияқты және биіктен қарап отырып маневр алуға өте ыңғайлы. Міне өздеріңіз көріп отырсаңыздар. Міне мынандай жолақтардан шығып кеткен кезде де жаңа дауыс шығарып өзі міне автоматты түрде тормоз беріп тежегішті басып міне автоматты түрде қаланың ішінде жүргенге де өте
ыңғайлы. Шаршамай, шабай мен қазақша, бәріне керек теңге доллар мани песо ақша. Билесін ырғатыла бүкіл қала айдала, әніме қосылыңдар кәне бәрін қайтала. Кешірші бауырым, ештеңе керек емес, көңілім тоқ, бір ғана айып етпе, сұрағым бар арам ой жоқ. Өзің қай жылғы боласың, брат, ток. Қазір біз 100 километр шақырымды қанша секундта алатын іс жүзінде тексеріп көреміз. Сонымен қатар бізде жігіттер дронмен түсіргелі жатыр. Осы жерден старт болады. Алдымыз міне өздеріңіз көріп отырғандай тап-таза. Қазір көреміз қалай болатынын. Ал кеттік ендеше, бастайық. Стоп. 6:68 болды. Біздікі бойынша. Бізде біріншісі 6:68 болды. Қазір тағы бір рет старт жіберіп көреміз. Міне ортаға тұрайық. Алдымыз тап-таза көрсетіп жүр. Такс, сбросить. Такс. Міне газды до конца басам. 1, 2, 3. Жүзді асты уже. 6:74. Тағы да бір көрейік. Жаңа қанша болды? 6:68 болды. Осы жол старт біраз аз болып қалды. Сбросить. Такс. Міне 0-де тұр. Көрсетіп ал. Қазір мына машина өтіп кетсін. Такс. 1, 2, 3. Жүзден асты. 6:87. 6:74 болды жаңа. Бірінші. 6:87. Бірінші стартымыз біздің өте мықты старт болды. 0-де тұр. Жүз. 6:87. Негізі видеоларды қараған кезде осы Infiniti бойынша көп видеоларда 7-ден 7,5 секундқа шек болатын. Біздің автокөлік қазір өздеріңіздің көздеріңізше 6:87, ең біріншісі 6:74 болған болатын. 6:68 болды Ең біріншісі 6:68 болатын. Мотор мощен, мощ. Шабай мен қазақша, бәріне керек теңге доллар мани песо ақша. Билесін ырғатыла бүкіл қала айдала, әніме қосылыңдар кәне бәрін қайтала. Кешірші бауырым, ештеңе керек емес, көңілім тоқ, бір ғана айып етпе, сұрағым бар арам ой жоқ. Өзің қай жылғы боласың, брат, ток. Жол жоқ жерлермен жүріп, көлікті міне қалай жүретінін тексеріп көрудеміз. Қазір ана таудың басына шығамыз. Мына жерге көлік өзін қалай шыға алады екенін көрсетеміз. Спокойно шығар екен. Спокойно шықты. Енді андай без даражалармен жүріп көрейік. Негізі арнайы Праданды алып шыққанбыз. Келесі жолы достар біздерде көліктерді осылай тауларға алып шығып, бір-бірлерімен қазір анау тұрған жоталарға осы көлікті салып, негізі именно осы
жол талғамайтын көлік болғаннан кейін осылай міне жол талғамай жүріп көріп, көліктің өзін қалай сезінетін іс жүзінде сіздермен бірге тексеріп көреміз, достар. Осындай жол жоқ жерлерге салып көліктің биіктігін тексеріп көреміз. Жол жоқ жермен түсіп, осындай жол жоқ жермен шығып көреміз. Көлік өзін жақсы ұстауда. Қазір бұл көлікке ешкім жүрмеген қиын жолдар тауып, сондай жерлерге салып көреміз. Q-Photopar командасы осы YouTube-ты түсіріп жатқан жаңа форматта қазақ тілді контенттер көп түсірмекпіз. Осындай табиғатқа шығып, болмаса тауларға шығып. Бұл біздің жалпы YouTube каналында қазақша контентте алғашқы рет. Қазір сол өздеріңіз көп сұраған Infiniti QX80 көлігін арнайы тауға алып шықтық. Достар, Infiniti деген ол шексіздік деген мағынаны білдіреді. Мен өзіме автокөлік таңдау барысында өте көптеген көліктерді ішінен осы Infiniti көлігіне таңдауымды тоқтаттым. Енді қазір жалпы көлікті таныстырып өтетін болсақ, 405 аттың күші бар көлікте, 5-те 6 объем, қозғалтқыш көлемі, 7 сатылы беріліс қорапшасы. Жалпы бұл көлікті қазір 570 Lexus көлігімен және де Toyota Land Cruiser 200 көліктермен салыстыруға болады. Бұл көлік Япониядан шыққан 2020 жылғы. Ал осы 2020 жылғы көлікте көліктің сыртқы пішінін өзгерткен, сұлуланған. Осы 2015-16 жылғы көліктерде фар алдыңғы көз әйнектерінің барлығы төмен қарап тұрады. Ал енді қазір осы 2020 жылғы 2018-ден басталған көліктердің сыртқы пішіні макияжға кіріп шыққан жаңағы суммалар болады ғой. Басында бұлай дәу боп, одан кейін макияжға кіріп шыққан суммалардың түрі сияқты өте бір әдемі, брутальный бір жігіттер сияқты жасаған, достар. Сондықтан да Infiniti көлігі шексіздік деген мағынаны білдіретін жаңа айттым. Біздің Q-Photopar компаниямызда Ford компаниясы сияқты өмірі шексіз болсын деп, және де Q4 қазақ үшін еңбегіміз біздің әрқашанда шексіз болсын деген оймен осы көлікті таңдау жасап алдық. Ал енді көліктің дөңгелегіне келетін болсақ, бұл жерде 22-ші өлшемдегі дискалар орнатылған. Оған мен Yokohama Сырымбектау мырзадан алып, Yokohama дөңгелектерін салып қойдым. Өйткені біз осы көлікпен Қазан қаласына, яғни Ресейге 3700 километрге осы көлікпен барып қайтуды ұйғарып отырмыз. Ол жерде де жақсы видеолар болады. Оның барлығын сіздермен бөлісетін боламыз міндетті түрде. Жалпы бұл көліктің минустары біраз баршылық. Мен өзім айдап жүргеніме қарағанда, бір жағынан 5-6 көлемі болғаннан кейін бензинді өте көп жейді. Онымен қоса налогы бар. Және жаңартылған налог бұнда тұрғаны. Сонымен қатар артқы жағына келетін болсақ, багажникті ашқан кезде мұның тағы бір минусы, артындағы бамперді өте үлкен қылып жасап қойған. Сіз егер бір нәрсені, мысалы мен бойым өзі біраз кішкентайлау, бір нәрсені алатын кезде міндетті түрде осылай бамперге артқы аяғыңыз тиіп бұлғап аласыз. Ал енді жалпы көлік өте үлкен, өте емес, өте үлкен.
артқы жағында 8 орындық. Өйткені міне ременге қарап оны білуге болады. Артқы жағының өзінде де 3 ремен тұр, міне 3-ші ремен. Артқы жағындағы орындықталы бұлай электронды көтеріледі. Біз мына 3D поликтер салдырып тастаған болатынбыз. Оны біздің алдыңғы видеодан көрсеңіздер болады. Жалпы тағы бір минусы, осылай міне көтерілгеннен кейін артқы жақтағы багажниктегі орынның осындай аз ғана қалатыны. 8 адам отырғаннан кейін алыс жолға шығар кезде 8 адамның өздеріңіз білесіздер жүгі көп болады. Сол кезде сол жүкті салған кезде артында орынның аз қалатындығы. 2016 жылға дейінгі шыққан осы шанақтағы көліктердің қозғалтқышында цепте мәселе болатын. Қазір осы 2018-ден былай қарайғы көліктерде осы цеп мәселесі байқалмайды. Оны осы көлікті алған көптеген адамдардың жаңағы салондарға хабарласқаннан статистика жасап білген екен. Ал жалпы көліктің алдына келетін болсақ, үлкен Infiniti'дің эмблемасы шексіздік дегенді білдіретін жаңа айтып кеткем. Одан кейін осындай торлар өте әдемі және жылтыр осындай пластмассадан қойған 200-лардың 570-лердің алдында осындай соған ұқсастырып жасаған керемет дизайн бар. Жалпы бұның алдында датчик тұр. Ол датчик көлікке өте жақын келген кезде, болмаса алдыда қандай да бір бөгет болған кезде, сол бөгетке арналған осындай датчик. Онымен қоса камера тұр. Камера бізде 360 градус алды, артын барлығын көрсетеді. Одан кейін алдында мынандай парктрониктері бар. Сіз алдында өйткені көліктің капот жағы өте үлкен болғаннан кейін алдында келатқан жаңағы бөгеттерді көре алмағаннан кейін осындай датчиктер арқылы датчиктер шиқылдап сізге белгі береді. Одан кейін бізде фарды жуатын обмыватель фар дейді. Мен өз тіліммен айта берем, достар. Өйткені біз айттığımыз ғой профессионал емеспіз, бірақ сіздерге жеткілікті қылып осының барлығын түсіндіріп өтейік деген ой. Нақты одан кейін бізде сөзбен емес, іс жүзінде қазір осы таудға шығып барлығын көрсететін боламыз. Содан кейін өте әдемі осы дизайнға үйлесіп тұрған осындай фары бар. Жаңа дөңгелектерді айтып өттік. Онымен қоса 5/6 жазылған. Және де достар, айнасы біз арнайы брона пленка жасадық. Капотты, айнаның барлығын және төбе жағын. Өйткені алыс жолдарға шыққан кезде көбінесе осы жаңа машиналарға тастар тиген кезде осы брона пленка қорғап тұратын болады. Сонымен қатар айнаның астында камерасы бар. Көлікті жан жағынан көрсетіп тұратын камерасы бар. Онымен қоса оң жаққа, сол жаққа жаққан кезде бағытты көрсетіп тұратын повторительдер бар. Ручкалары бізде кілтсіз достықпен ашылып жабылады. Мынаны былай басқан кезде машина қазір міне жабылып қалды. Кілт менің қалтамда тұр. Ал енді былай басқан кезде міне ашылады. Бұл бізде көліктің міне негізі кілт қалтамда тұр. 004 Кифо деген номер қазақ үшін. Және мен Сақанов Талғат болғаннан кейін Сақта деген осындай өзіміздің ойластырған брендке байланысты ойымыз бар. Және де төбесінде көрсеңіздер рейлинг орналасқан. Ол көлікке өзіне арнайы бір дизайн беріп тұрады. Ал енді осылай келіп көліктің артқы жағына өтейік. Алдыңғы жағы сияқты көліктің артқы жағында осылай өте әсемдеп жасалған. Төбесіндегі стоп сигнал ол 570-кіне ұқсалған. Және де арнайы ортаға осындай жылтырақ Infinity деген сөзі жазылған пластмастан қойған. Және де артында да парктрониктер тұр. Сонымен қоса бұл көліктің тағы бір ерекшелігі, достар, мына крышканы алған кезде прицеп тіркеп алуға жүретін парков уже осы пристроенный дейді ғой. Қазақша айтқанда орнатылған артында. Арнайы парков алып қажет жоқ. Негізі
жаңағы тіркеп алып жүруге өте ыңғайлы. Енді көліктің ішкі жағына өтейік. Көліктің осы модельдегі ішкі жағы алдыңғы 2016 жылғылардан аса қатты айырмашылығы жоқ. Негізі салонның ішін осындай қымбат көлікке аса дизайнына мән бермеген, бірақ енді болашақта бұны да 2020-21 жылғы көліктерде ортаңғы дисплейді үлкейтіп жасап жатыр. Ондай модельдерді көрдім. Бірақ та бір қынжылтатыны көбі қазір сенсорға көшіп ататын болса, бұл жерде барлығы осындай тетікшелер арқылы басқарылады. Ортаңғы бөлігінде камераны қалай басқару және де аудионы басқару тетікшелері орналасқан. Одан төмен қарай бізде магнитолатор. Негізі қазір дискіні аса көп адам қолданбайды, бірақ та соның өзінде де дискі қоятын жері бар. Мына жерде дауысты басқаратын тетікшесі және де сонымен қоса алдыңғы екі сиденьяны жылытатын жылытқышы бар, флешка қоюға болады. Жалпы алдыңғы жағы бізде көлікте осылай болып келеді. Мына ортаңғы жағына осындай ағаш қойған, және бұның ішінде осындай тағы да қалташалары бар. Мұның ішінде де жаңағы сотканы зарядтауға қоятын орны бар. Және мына жерде тағы да бір осындай сотка қойып қоюға, болмаса заттар қойып қоюға. Сонымен қатар қорапты қосатын рычагы. Және де мына жерде бізде авто, ол көлікті автода жүрген кезде арт жағы жүріп, алды жаңағы тауларға қиналған кезде қосылады. Және де понижайка дейді орыстар айтқанда. Енді оны Олжастан сұрау керек, қазақшасы қалай аталатын. Және де 4H, 4L осы жерде орналасқан коробка, жаңағы управлять ететін управлениясы. Оның барлығын қазір біз ішінде осы жерде тауға көтерілген кезде қосып көреміз. Сонымен қатар осындай үлкен көлікке тағы бір көліктің минусы, мынандай кіп-кішкентай люк жасап қойған. Кәдімгі седандардағы сияқты кіп-кішкентай люк. Ал енді мынаны негізі үлкейтіп арт жаққа шек жасаса өте керемет болатын еді, ол менің ойымша. Ал мына жерде свет қосатын жерлері. Мына жерде содан кейін тағы бұл көлік өз үлкен болғаннан кейін шынтақ қойғышты да өте үлкен қылып жасаған осындай. Мұның ішінде міне Сырым Бектау мырза маған осы көлікке көрімдік ретінде сыйлаған триангл термосы осындай жерлерге шыққан кезде. Сонымен қатар бұл жерде қазір маска, пандемия болып жатыр. Және де Айбек Қуатбай бауырымыздың осындай Финляндия деген сыйлаған кітабы жүр. Оны оқу керек маған. И мынандай көлікті жаңадан алған кезде маған осындай наушниктер берген болатын. Оны қазақшасын тағы да Олжастан сұрау керек. Құлаққап дейді. Тағы да көптеген нәрселер айтады. Осындай міне арт жағында қазір көрсетем. Арт жағына ауысқан кезде телевизорлар бар. Соларға арнайы осындай құлаққаптары бар, достар. Жүргізуші отыратын жақта бізде рөлді жылытқыш бар. Сонымен қатар алдыңғы фарларды жуатын кнопкасы бар арнайы. Және де бізде рөл осылай электронды қозғалады. Үстіге, астыға, төмен, жоғары дегендей. Және де міне ортаңғы панельдің жанында оның басқарғыш тетікшелері бар. Онымен қоса бізде сиденья отырғышымыз электронды, алдыға, артқа қозғалады әр положение. Содан кейін осы сиденьялардың положенияларын есте сақтатқышы, яғни память сиденья бар. Көп қазақша айтып кеттім енді, кешіріңіздер. Сонымен қатар арнайы айнаны электронды управлять ететін тағы да тетікшелері бар. Және де өздеріңіз және қаланың ішінде жүрген кезде көргендей, егер бізде артта машиналар келе жататын болса, препятствие, яғни соны көрсететін арнайы
шам жанатын осындай кішкентай ғана датчик бар тағы да. Онымен қоса Bose деген колонкалар орнатылған. Өте музыканың әуені жақсы шығады бұл көлікте. Енді осылай ақырын ғана көліктің арт жағына өтеміз. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай көлікке отырған ыңғайлы ручкалар орнатылған. Және де біздің көліктің арт жағы мен отырғанға және арт жақ біздің управлять еткенге, басқарғанға арт жақтағы өте ыңғайлы. Онымен қоса арт жақта да пешті, кондиционерді қосып өшіретін тетікшелері бар. Мынандай, содан кейін жаңағы темекінің түтінін шалғышы, дауысты азайтып, көбейтіп управлениясы бар. Және де арт жақта да бізде флешка арнайы қойып қоюға болады. Және арт жақтың да бізде отырғыштарды жылытатын тетікшелері бар. Оның барлығы екі положенияда істейді. Сонымен қатар тағы арт жақта ұнайтыны бұл көліктің осындай үлкен экранды, өздеріңіз көріп өтсеңіздер болады, екі жаққа да үлкен экран телевизорлері бар. Оған жаңағы наушниктер жалғанады. Біз негізі бұл көлікті қаптатып қойған болатынбыз. Мына жерде көліктің тағы да осындай стакан екі салып қоятын ыңғайлы алып жасалған, және де шынтақты қойып отыруға ыңғайлы бөлімшесі бар. Бұл көліктің ерекшелігі өте үлкендігінде, және де қарасаңыздар арт жақта отыратын адамдарға да андай ручкалар қойып кеткен. 8 адамды орындық екенін және көрсетіп айтып өттім сіздерге, өйткені ремендерге байланысты отыратын адамдардың саны белгілі болады. Және де артқы есіктердің дизайнында өте керемет. Жалпы айтып өтетін болсақ, көлік өзіме ұнады. Жеңіл көлік сияқты жүреді, өйткені 570 Lexustан қарағанда және 200-кіні айдаған кезде бір күн айдап жүретін болсаңыз, қаланың ішінде сіз тез шаршап қаласыз. Ал бұл көлік кәдімгі жеңіл көлік айдап жүрген сияқты ощущение береді. Ощущениені тағы да қазақшасын білмедім. Бұл көліктің тағы бір ерекшелігі өте үлкен болғаннан кейін алдыға артқа берген кезде автоматты түрде, егер арт жақта бізде бір бөгет болса, автоматты түрде көлікті өз тоқтататыны. Өте қызық видео болайын деп тұр. Болашақта айтып тұрмыз ғой. Суға саламыз. Неге? Орыстар ғана жасай беру керек. Бізде жасай аламыз, көрсетеміз. Бірақ достар, бұның бәріне біздің энергия, уақыт, белгілі бір мөлшерде расход шығындар да болуда. Осы еңбегімізді бізді қолдап, лайк басып, өз ойларыңызды білдіріп, біз тағы да осындай тауларға жиналатын кезде бірге келіп, көліктеріңізді нақты іс жүзінде сынап көрсеңіздер керемет болатын еді. 2021 жыл Kifo тұлпар үшін және біздің YouTube каналымыз үшін өте қызыққа толы автокөліктер, табиғат аясы, жас кәсіпкерлер шығып жатқан осындай видеоларға толы болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Карманы пятка, тоқта. Карманы пятка, тоқта. Карманы пятка, тоқта. Там наполовину как Тирион. Все злые будто бы учили Слизерин. Тезерить. Надо по-быстрому отправить визеры. Полный фильм хотим по телевизору. Мало было, нам не хватило тизера. Расписанные планы на стикерах. Не презирай. Ризли замыцкий рабаны. Көліктер. Мен мына жерде бір яма тұр, содан қорқып тұрмын, әйтпесе.
көлік ауыр болғаннан кейін көріп жатырсыздар. Мынау жерде просто ортан алатын болсам, мына жерді қазған екен. Содан кейін о жаққа ары қаратай бармай тұрман. Оған былай қиғашынан салу керек. Көліктің күші жетіп тұр. Бампер қалай? Тимей ма? Ау! Анау, шұңқырды қана, соған тимей ма? Тимейді ғой, а? О, болды, онда өтеміз. Қазір көрсететін болам тағы да. Көлік ақырын бүксе айттап жатыр. Қазір бір қарап алайын бамперді. Тимей ме екен? Тауға келсең осы міне мынандай кәрі қыздар жабысыпты. Және уже жылдық. Қазір енді Прадамен көліктеп тұрмыз. Негізі Прада 2.7, бірақ Ресейдің обзорларына қараған кезде бұның салмағы ауыр, Праданың салмағы жеңіл, және екеуі де Япония. Қазір көреміз қайсы жеңген екен. Спен көрсетейікші, лучше кеттік. Що, кеттік па? Давай, кеттік. Айбала! Эмоция! Дың. Міне жаңа негіз осы келгенде қорыққан болатын, просто бампер жылқ етпесін деп, негізі асты да биік екен. Міне, осылай. От. Базар жақ эмоция. Прадада шығып кетті. Яшкин. Базар жақ. Секірді. Базар жақ. Міне, осылай достар. Негізі сөзбен емес, іспен көрсеткен жақсы. Достар, өздеріңіз көріп отырғандай сөзден іске көшіп, қазір іс жүзінде көліктердің қаланың ішінде қалай жүретінін, және де осылай тауға қалай шығатын барлығын іс жүзінде көрсеттік. Алдағы біздің видеоларымыз көбінесе осылай болады. Алдарында өздеріңізге айтқандай, мен көбінесе сөзден көрі іспен көрсеткен жақсы көремін. Қазақстанда бұл жоба қазақша аудиторияға алғаш рет болып жатыр. Соны біз өзіміз қолға алып жатырмыз командамызбен. Келесі жол кім жарысқысы келеді менің машинаммен. Және де осы Infiniti көлігімен айтып тұрмын ғой, Ресейге баратын боламыз. Оның барлығын жолды көрсетіп отырамыз. Прада көлігі жақсы шығып кетті артымыздан, бірақ келесі жолы бұдан да қиындай береді. Баратын жерлеріміз, тауларымыз, тастарымыз. Егер соған қатысып, өз көліктеріңіздің қуатын, күшін, өзіңіздің водитель дейді ғой, жүргізуші ретінде сынап көргіңіз келетін болса, біздің видеоларға қосылыңыздар. Әр қашанда сөзден іске көшейік достар. Бүгінгі біздің жасаған обзорымыз бітті. Алғашқы обзор іс жүзінде керемет болды деп ойлаймын. Біздің команда. Алякбар, қайдасың? Алякбар дронды зарядтап жатыр. Бізде мықты видеолар күтіңіздер. Іс жүзінде көрсететін әр қашанда Q4 тұлпар сіздермен бірге достар.